Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менімен бірге осындай қып-қызыл әдемі дәмді болып шығатын борщ дайындап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді шығады. Бізге керегі ет, капуста, қызылша және картошка, пияз. Мен етімді турап алғанмын. Қазір пиязымды, картошкамды тураймын. Пиязды осылай етіп тураймыз. Картопымызды майда төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Мінекей осылай турап аламын. Ыдысқа бөлек салып аламын. Келесі кезекте капустамызды тураймыз. Капустаны осылай бөліп, ұзынша етіп турап шығамыз. Жұқа ұзынша етіп турап шығамыз. Мінекей осылай турап аламыз. Капустам да дайын. Келесі кезекте қазанымызға май құямыз. Майымыз қызған соң етімізді салып қуырамыз. Осының үстіне пияз саламын. Оны да бірге қуырып аламыз жақсылап. Екі-үш минуттай қуырылған соң картошкамызды саламыз. Және де капустамызды да салып бірге қуырамыз. Тұз және қара бұрышымызды саламыз. Және де қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Қазанымыздың бетін жауып, астын жай отта 1-1,5 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Тамағымыз қайнап жатқан кезде піскенше қызылшамызды осындай өткізгіштен өткізіп дайындап қоямыз. Қызылшамыз дайын, мінекей осындай болып шығады. Енді осы қызылшамызды тапаға май құйып қуырып алатын боламыз. Жақсылап 10 минуттай қуырып аламыз. Сорпа жаймен әдемі қайнап жатыр. Қызылшам қуырылып дайын болды. Енді осы қызылшаны тамағымыз піскен кезде салып жіберетін боламыз. Яғни ішуге ұсынардан алдын 5 минут бұрын саламыз. Сорпамыз пісіп дайын болды. Енді жаңағы қуырып алған қызылшамызды саламыз. Осыны салып 5 минуттай қайнататын боламыз. Мінекей қып-қызыл әдемі болып жатыр. 5 минут қайнап болды. Енді ұсынуға дайын. Сорпамыз қып-қызыл, өте әдемі, дәмді болып шықты. Дәмі де керемет, міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Және де менің жаңа рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз.